Assalamu alaikum rahmatullohi va barakatuhu. Ардақты YouTube желі қолданушылары. Қалайсыздар, амансыздар ма? Біздер арнамызды тұрақты көрермендер білетін шығар. Мынандай шаруақтар жасап жатырмыз. Яғни ауылға кіретін қақпа мен көлік жайдың қақпасы бар. Және жалпы үйдің шаруағы барлығы бір дизайнда жасалған болатын. Осыларды орнату жұмыстарын жасап жатырмыз. Орнатқанда қалай орнататынын қысқаша көрсетіп өтейін. Гараж қақпанікі белгілі сірә. Мына қақпада әуелде біз әдетте бізде Маңғыстау облысында осындай қақпалар орнатылады. Әдетте екі шетінде стойка бар. Сол стойканың арасымен осы қақпа роликтер арқылы жылжып ашылып жабылады. Және де осы шаруақтарын сірә өзіңізге белгілі. Шеттерінен штирлерді қағу арқылы соны осы шаруақты стенге сол штерге отырғызып дәнекерлеу арқылы құралып жатыр. Аллах береке берсін. Мынау да дәл сол жүйемен жасалған. Алдын байқап қарап алыңыздар. Қазір артқы бетінен түсіріп көрсетейін. Яғни екі негізгі тірегішіне темірлер қағылып, соған дәнекерленіп ұсталған. Артқы бетінен қарағанда осындай жүйе. Штерлер бар, сол штерлерге дәнекерленіп ұсталған. Және мына шаруақты жабуда өзгешеліктер бар кішкене. Бұл шаруақ негізгі аулаға кіріп шығуға бір қақпа есебінде де қойып баратыр. Негізі шаруақ бір арасында кіру керек болған кездерде алынып салынбалы қылып ойластырып жатырмыз. Пеноплексті ойып тесіп, ішіне анкермен темірімізді ұстатып, осындай бір ойықша қалдырып бара жатырмыз. Қақпаға осы жерде болт бар, қазір көрсетейін. Қақпаға осындай болтты дәнекерлеу арқылы қақпа келіп, осыған киіледі және қатырылады. Керек кезінде алынады, керек кезінде қайттан салынып қойылады деген сияқты жүйемен жасалып жатыр. Мына қақпамыз ендігі кезекті құратын қақпамыз жерде жатыр. Аулаға үлкен машиндер кіріп шыққан кезде осы қақпаны алып тастап бір шетке, сосын шаруа біткесін қайттан қатырып тастайды деген сияқты. Осыны әбден құрылып кеткеннен кейін өз орнында қала береді ғой. Үйдің алдынан кіріп шығатын ондай мүмкіндік жоқ. Себебі үйдің алдында басқа құрылыстар жүреді деген жоспар бар. Аллах субхана тағала береке берсін. Осыны орнатам, сосын болған кездегі видеосын толық салатын боламын. Осындай шаруақ. Өз қолдарыңызбен құрастырсаңыздар болады. Мына шаруақты құрудағы азғантай шолу видео бар. Біздің арнамызды қарап көрсеңіздер. Аз түсіндірілген жерлері бар осы шаруақты құрудағы. Барлығы да бір жүйемен жасалған, бір дизайн, яғни мына гараждың қақпасы өте ерекше көрінеді. Иншаллах, бұл профлистен жасалған типа. Яғни үйде шипырлағанда пайдаланатын қаңылтыр шипыр. Ешқандай дат алмауы керек. Себебі бұл арнайы суға төзімді болып бояу шашылып болған. Аллах береке берсін.